Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі 8 қыркүйек күніне болжам. Бүгінгі күнде шаш қидыруға онша емес, бірақ жол жүруге жақсы деп көрсетеді. Егер ноябрь айында туылған болсаңыз, бүгін дәрігерге көрінген жақсы, дәрігерден жақсы ем аласыз, денсаулығыңызға жақсы әсерін етеді деп көрсетеді. Бірақ негізі сіздерге айтарым, осы октябрь айы негізі юго-восток секторге арқамызды бұрып, керек емес заттан құтылатын болсаңыз, денсаулығыңызға қатысты осы аурудан құтылсам деген тілегіңізді айтсаңыз, либо осы қарызымнан құтылсам екен, либо кредитімнен құтылсам екен, либо абьюзер күйеуден құтылсам екен деп, күйеулер айтады, құтыла алмай жатырмын, ажыраса алмай жатырмын деп. Соны тілесеңіздер, тілектеріңіз орындалады деп көрсетеді. Және бүгінгі күнде денсаулыққа қатысты тілек тілеңіздер, міндетті түрде орындалады. Арқамызды мына бағытқа емес, любой бағытқа бұрып, бүгін денсаулыққа қатысты тілек тілесеңіздер өте жақсы. Ал мынау бүгін 8-нен бастап, уже октябрьдің энергиясы кірді, азанғы 10-нан 43 кеткеннен бастап, Қазақстанның уақытысы бойынша. Сондықтан уже юго-востокқа арқамызды қаратып, кредит, керек емес заттан құтылуға, салмақтан құтылуға, артық салмақтан тілесеңіздер міндетті түрде орындалады. Металл инь белгісіне двойной ақша шығаратын күндеріңіз, және земля иньге де ақша шығару керек. Слабый карта болса сіздерге қайта ақша келеді. Және металл иньдердің өзі бүгін ашуланатын жұлдызы келіп тұр. Сабырлы болыңыздар, бір жағынан ұлуларға да стресс деп айтып жатыр. Просто көп шапқылау болуы мүмкін, либо просто ашулануыңыз мүмкін, бір нәрсеге абай боламыз. Бүгінгі күннің өзі энергиясы бірде бие, бірде түйе болатын энергия бар адамдарда. Либо тез жасалмады, осыны тез қалайым деп, либо қарама-қайшы, бірде бие, бірде түйе деп тұр ғой. Либо қарама-қайшы, неге асықпай дұрыстап істемеді, асықпау керек еді ғой деген сияқты бір осындай энергия бір-біріне қарама-қайшы жүреді. Конфликтке келмейміз. Осы ай энергиясы, осы айдың энергиясы, жылдың энергиясымен қосылғанда бір жағынан полнолуние бар, осы айға сондай энергиясын береді. Сіз бір ұрысқысы кеп, ұрыс шығарып, сізге жала жауып, бір әңгіме сөздің көп болуы, бір осындай энергияны тудырады октябрь айында негізі. Ешкіммен конфликтке келмейміз, конфликтті өзіңіз бастамаңыз, ұзаққа созылуы мүмкін. Ал енді прогнозымызды бастаймыз. Тышқан жылғы болсаңыз, немесе декабрь айында туылған болсаңыздар, бүгінгі күнде жұмыс өте көбейеді. Ат шашап құлайсыздар, жұмыс өте көп, шаршадым дейсіздер. Тек жұмыс істейтіндер ғана емес, үйде отырған адам өзіне де көп шапқылау, көп жұмыс болуы мүмкін, бірақ соның энергиясы жақсы ақша алып келеді алдағы уақытта, либо осы күні. Және тағы қосымша жұлдыздар шығып тұр тышқанға. Бір жас адамдардың үйленуі, сондай жас қой неге үйленіп жатыр ерте деулеріңіз мүмкін біреуді. Соны тілге абайлаймыз, әңгіме айтпаймыз. Либо қыздарыңыз кішкентай қызыңызға, либо кішкентай ұлыңыз айтуы мүмкін. Мен осыған ғашық болып қалдым. Жігітпен жүргім келеді, либо қызбен жүргім келеді деген сияқты. Кішкентайсың ғой сен деуіңіз де мүмкін, либо ойлауыңыз мүмкін. Либо просто өзіңіз ерте үйленсеңіз, мүмкін сол есіңізге түсе ме екен. Күннің несі реті осындай. Бірақ еңбектеніңіз, ақша міндетті түрде келеді. Сиыр жылғы, барыс жылғы болсаңыз, немесе январь айында туылсаңыз, немесе февраль айында туылсаңыздар, сіздерге бүгін періштелеріңіз қасыңызда, тілек тілеңіздер міндетті түрде орындалады деп көрсетеді. Бірақ сонымен қоса басымызда байлаймыз мигрень, бұл болжам ер адамға да, әйел адамға да, үлкен ұлыңыз, либо үйдің үлкендері денсаулыққа қарау керек, солардың тірлігімен жүгіресіз ба. Әр нәрсені ойлап, өзіңіз миыңызды шаршатпаңыз деп көрсетіп тұр. Және бір ер адамдармен шамалы конфликт болуы мүмкін, егерде сіз әйел адам болып күйеуіңіз бар болатын болса, күйеуіңізбен жыныңыз кеп қалама қырсығып, либо ер адам болсаңыз бір ер адамдармен, шамалы бір просто ашуланып қалуыңыз мүмкін, просто сөзге кеп қалуыңыз мүмкін, абай боласыз ғой. Бірақ періштеңіз қасыңызда, бүгін көмек сұраңыздар, адамдардан көмек міндетті түрде беріледі, періштеңіз арқылы деп көрсетеді. Күніңіз сәтті өтсін. Қоян жылғы болсаңыз, немесе март айында туылған болсаңыз, сіздерге осы бүгінгі күн, негізі осы ай сіздерге жақсы ғой, той өте, қыдыру өте көп. Бірақ бүгінгі күнде абыройыңыз артады, жақсы атыңыз шығады, біліміңізді көрсетіңіз, қолыңыздан не келетінін көрсетіңіз дейді. Бірақ негативте жүрегіңізбен көзді денсаулықты абайлаймыз. Ұлу жылғы, немесе жылан жылғы болсаңыз, немесе апрель айында туылсаңыз, немесе май айында туылсаңыз, сіздерге бүгін недвижимостьке қатысты бір мәселелер,
мамаңыздың недвижимостіне қатысты ма, әлде үйге қатысты тірліктер, либо мамаңыздың үйіне қатысты тірліктер де болуы мүмкін. Сонымен қатар негативте денсаулықты абайлау керек, ас қорыту мүшесін абайлау керек, дұрыс тамақ жемей асқазандарыңыз қорытпай қалмасын. Әйел адамдарда бала көтеретін мүшелерін абайлау керек, денсаулықта. Өйткені матка ауырады деп көрсетеді әйел адамдарда. Және сол отбасыда бір үйге қатысты тірлікке ма, шамалы бір келіспей қалушылық, үйдің ішінде бір шамалы ұрыс керіс болып қалуы мүмкін. Ұрысты өзіңіз бастамаңыз, шаршап қалмаңыз, денсаулығыңызға қараңыз, либо квартира іздеп шаршайсыз ба, либо үйде отбасында сендер осы тірлікті істемедіңдер деп шаршайсыз ба. Енді осындай бір мәселелер. Күндеріңіз сәтті өтсін. Главный, недвижимость алуға, жақсылыққа шаршасаңыздар өте жақсы қой. Сондай болсын деп тілеймін әрдайым. Жылғы болсаңыз, немесе июнь айында туылған болсаңыз, бүгін сіздер металдан абайлауларыңыз керек, заттарыңыз жоғалтпамаңыздар, ұмытып кетпеңіздер. Және металмен проблема. Үйде пышақ пайдаланғанда да абайлаңыздар, темірді, машина айдағанда абайлаңыздар, машинадан абайлап өтіңіздер жолдан. Және бір әңгіме сөз болуы мүмкін. Главное, өзіңіз әңгіме айтпаңыз, күтпеген адамыңыздан бір көңіл қалу, бір ренжіп қалу, сондай бір шамалы стресс болуы мүмкін. Барлығы жақсына болсын деп тілеймін, главное. Қой жылғы болсаңыз, немесе мешін жылғы болсаңыз, немесе шілде айында туылсаңыз, немесе август айында туылсаңыздар, бүгінгі күнде қонаққа барасыз, либо қонақ келе ма үйге. Негізі осай, жұмыс көп шаршайсыз, көп шапқылау болады ғой негізі айдың өзінде. Бірақ бүгінгі күн сол бір той болады деп жаңалық естисіздер ма, сол тойға дайындық болып қуанасыздар ма, сондай бір қуаныш болып тұр. Либо балдарыңызды бір жерге апарып қыдыртуыңыз мүмкін, соған қуанасыздар. Главное, той болсын, жақсылық болсын деп тілеймін. Тауығы жылғы болсаңыздар, немесе сентябрь айында туылған болсаңыздар, бүгінгі күнде денсаулыққа қараңыздар. Бір шешім қабылдайын десем, былай барсам арба сынады, былай барсам өгіз өледі, кері болуы мүмкін деп көрсетеді. Және балдарға осынша ақша шығарып жатырмын. Олар бір білімін көрсетіп жатқан жоқ. Әлде көрсетпеді, мен шығардым деулеріңіз де мүмкін. Бір осы мәселеде болып тұр, қырсықтық болады. Бүгін ерексіп қалуыңыз мүмкін енді негізіңізге. Бірақ денсаулықта сол ас қорыту мүшесін абайлаңыздар, ұшынып қалмаңыздар, шектеріңізді абайлауларыңыз керек. Барлығы жақсы, сәтті болсын деп тілеймін. Айтпақшы, сосын мамаларыңыздың денсаулығына қатысты бір мәселе де болмақ. Соған қатысты шығындаласыз ба мүмкін. Ит жылғы, доңыз жылғы болсаңыздар, бүгін әдемі көрінгіңіз келеді, бір әдемі болғыңыз келеді, қызыл киім киіп алыңыздар, қызыл алма жеп алыңыздар, қызыл помидор жеңіздер болмаса. Және бүгінгі күннің өзінде бір қырсықтықтың кесірінен ақша шықты дейсіз ба, әлде шығарасыз ба, бір ақшам далаға кетті дейсіз ба, именно білімді қозғап тұр. Сізге де бір жолы болмаған бала болдым деп өзіңіз айтасыз ба, либо басқа біреуді айтуыңыз мүмкін, жұмыс таппай жатырмын, мен оқуыңа шығардым, либо оқыдым, жұмыс таппай жатырмын деген сияқты. Абай боласыз ғой, білімді сіз, біліміңіз бар, уайымдамаңыз, бүгінгі күннің энергиясы өзі солай сізге ойлататын, солай жасататын. Главное, ақша білімге кетсе, ол жақсы. Бірақ енді өзіңіз бүгін бір қырсықтықтың кесірінен болмайтын нәрсеге ақша шығарып жібермеңіздер. Барлығы жақсы болады, күндеріңіз сәтті өтсін, сәттілік.